Сәлем достар, 212 есепті бастаймыз. Натурал сандарын жай көбейткіштерге жіктеңдер. 12 санын жіктейтін болсақ, ең бірінші жай сан 2-ге бөлінеді, 6 шығады, 6-ны 2-ге бөлеміз 3, 3-ті 3-ке бөлеміз 1. Демек бізде 12-ні 2-нің квадраты деп аламыз, көбейтілген 3 деп аламыз. Ары қарай 18-ді жіктейміз. 18 2-ге бөлінеді, 9 3-ке бөлінеді, 3 3-ке бөлінеді, 1. Демек бізде 18-ді 2 көбейтілген 3-тің квадраты деп алуға болады. Ары қарай 24. 24 жұп сан, демек бізде ол 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлсек 12, 12-ні 2-ге бөлсек 6, 6 тағы 2-ге бөлінеді, 3, 3-ке бөлінеді 1. Сонда 24-ті жазсақ, 2-нің бізде кубы болады, көбейтілген 3. 36 санын жіктесек, 2-ге бөлінеді 18, 18-ді 2-ге бөлсек 9, 9 3-ке бөлсек 3, 3-ті 3-ке бөлсек 1. Демек бізде 36-ны жай көбейткіштері 2-нің квадраты көбейтілген 3-тің квадраты болады. Ары қарай бізде 45 саны, 45 2-ге бөлінбейді, 3-ке бөлінеді, 15, 15-ті 3-ке бөлеміз, 5, 5, 5-ке бөлінеді. Сонда 45-нің жай көбейткіштері 3-тің квадраты көбейтілген 5 болады. Соңғы сан 64, бізде 64 жұп сан 2-ге бөлінеді. 32-ді 2-ге бөлінеді, 16-ны 2-ге бөлеміз, 8 шығады, 12-ге бөлеміз, 8-ді 2-ге бөлсек 4, 4-ті 2-ге бөлеміз 2, 2 2-ге бөлінеді. Сонда қарап отырсаңдар 64 бірыңғай 2-ге бөлінді. Сонда 2-нің бізде 6 дәрежесі шығады. 214 x санын табуымыз керек. 2-ге 5-ті өтсем 10, оған 7-ні өтсем 70. 3 көбейтілген 5 15, көбейтілген 7. Бізде 105 саны шығады. Үшіншісінде 2 жерде 5 10, 10-ды 11-ге өтсек 110 болады жауабы. 13-ке өтсек 195 болады. Ары қарай бізде жай көбейткіштерді табуымыз керек. 33-ке 10-ды көбейтсек 330 шығады. Ал 33-тің жай көбейткіштері 3 мен 11, ал 10-дікі 2 мен 5 болады. 210-ды біз 21-ге көбейткенде 10-ды 210 шығады. 21-дің жай көбейткіштері 3 мен 7, 10-дікі жаңағы 2 мен 5 болады. 216-та жай көбейткіштерді жіктейміз. Ең бірінші сан 110. 110 жұп санмен аяқталып тұр, 2-ге бөлінеді. 55, 55 5-ке бөлінеді. Жауабы 11, 11 11-ге бөлінеді. 110-ды жазсақ, сонда жай көбейткіштері 2 көбейтілген 5, көбейтілген 11 болады. 120-ны бастайық. 2-ден бастаймыз бөліп. 60, 60-ды 2-ге бөлеміз 30, 30-ды 2-ге бөлеміз 15, 15 2-ге бөлінбейді, 3-ке бөлеміз 5, 5 5-ке бөлінеді. Сонда 120-ның жай көбейткіштері 2 3 рет айтылып тұр, демек кубы болады. Көбейтілген 3, көбейтілген 5 дәрежесі. 150 санын жіктейік. 2-ге бөлеміз 75, 75-ті 3-ке бөлеміз 25, 25 5-ке бөлінеді, 5, оны 5-ке бөлеміз, 1 шығады. Сонда 150-дің жай көбейткіштері 2 көбейтілген 3, көбейтілген 5-тің квадраты деп аламыз. Ары қарай 260-ты жіктейік. 0 санымен аяқталып тұр, 2-ге бөлінеді. 130, 130-ды 2-ге бөлсек 65,
65-ті 5-ке бөлеміз. 13. 13 бізде жайшан өз-өзіне бөлінеді. Сонда 260 жай көбейткіштері 2-нің квадраты көбейтілген 5 көбейтілген 13 болады. Ары қарай 270-ті жіктейміз. 2-ге бөлеміз. 135. 135 бізде 3-ке бөлінеді. 45. 45-ті 3-ке бөлсек 15. 15-ті 3-ке бөлсек 5. 5-ті 5-ке бөлеміз. Сонда 270-тің жай көбейткіштері 2 көбейтілген 3-тің кубы көбейтілген 5 болады. Ары қарай 380-ді жіктейміз. 2-ге бөлсек 190, 12-ге бөлсек 95, 95-ті 5-ке бөлсек 19, 19, 19-ға бөлінеді. Сонда 380-нің жай көбейткіштері 2-нің квадраты көбейтілген 5 көбейтілген 19 болады. Соңғы санымыз 480. 2-ге бөлеміз 240, 12-ге бөлеміз 120, 12-ге бөлеміз 60, 30, 32-ге бөлінеді 15. Ары қарай бізде 15-ті 3-ке бөлеміз, 5, 5, 5-ке бөлінеді. Сонда 480-нің жай көбейткіштерін жазайық. Тең 2 бізде 5 рет қайталанып тұр. Демек 2-нің 5 дәрежесі көбейтілген 3 көбейтілген 5 болады. Бізде 2 және 5 сандарына бөлінеді деп айтуға бола ма дейді мына сандар. Бізде 2-нің бөлінгіштік қасиеті 0, 2, 4, 6, 8 сандармен аяқталу керек. Ал 5-тікі 0, 5 деген цифрлармен аяқталу керек. Бізде екеуінде 0 бар. Өзі 2 мен 5-ті көбейтсең 10, демек барлық сандар 10-ға бөліну керек. Қарап отырсақ, аяқ жағындағы барлығы 0-мен аяқталып тұр. Демек бөлінеді деп айтуға болады. 218-де бізде 3, 5, 7 сандар болатын. 3 таңбалы сандарды жазыңдар дейді. 105, 3-ке бөлсек 35, 35-ті 5-ке бөлсек 7, 7-ні 7-ге бөлсек 1. Ары қарай бізде 315 табуға болады. 3-ке бөлсек 105, 105-ті 3-ке бөлеміз 35, 35-ті 5-ке бөлсек 7. 7, 7-ге бөлінеді. 3, 5, 7 деген сандармен құралған. Ары қарай 3-ші санымыз 735. 735-міз бізде 3-ке бөлінеді. 245, 245 5-ке бөлінеді. 49, 49 7-ге бөлеміз. 7 шығады. 7, 7-ге бөлінеді. Міне осындай сандарды алуға болады. 219-ші есепте жай көбейткіштері жіктейміз. 156 саны берілген. Жұп санмен аяқталса 2-ке бөлеміз. 78 шығады. 12-ке бөлеміз. 39, 39 3-ке бөлсек 13, 13-ті 13-ке бөлеміз. Сонда 156-ның жай көбейткіштері бізде 2-нің квадраты көбейтілген 3 көбейтілген 13 болады. Ары қарай 462 деген сан жіктейміз. 2-ге бөлеміз. 231, оны 3-ке бөлеміз. 77, оны 7-ге бөлеміз. 11, 11-ді 11-ге бөлеміз. 1. 462 тең, сонда 2 көбейтілген 3 көбейтілген 7 көбейтілген 11 дәреже болмайды екен. Ары қарай 1008 саны жұп санмен аяқталып тұрса 2-ке бөлеміз. 504 тағы 2-ке бөлеміз. 252 болады. 252-ні 2-ге бөлеміз. 126, 126 2-ге бөлінеді. 63, 63-ті 3-ке бөлсек 21, 3-ке бөлінеді. 7, 7, 7-ге бөлінеді. 1008 сандарының жай көбейткіштерін жазайық.
2 бізде қарап отырсаңдар 4 рет қайталанып тұр. Демек 4 дәрежесі көбейтілген 3-тің 2 дәрежесі болады, көбейтілген 7 болады. Ары қарай 1878 саны 2-ге бөлеміз. 936 2-ге бөлінеді. 468 2-ге бөлінеді. 234 2-ге бөлінеді. 117 бізде 3-ге бөлінеді. 39 3-ге бөлінеді. 13 13-ге бөлінеді. Енді жай көбейткіштерін жазып шығайық. 2 бізде 4 рет қайталанып тұр, 3 2 рет қайталанып тұр, көбейтілген 13 болады сонда. 220-да 2 саны 3 рет кездесетін 5 сан 2 таңбалы санын жазуымыз керек. Олай болса, 2 таңбалы болса 24-тен бастайық. 24-ті 2-ге бөлсек 12, 2-ге бөлсек 6, 2-ге бөлсек 3, 3-ті 3-ге бөлеміз 1. Ары қарай бізде 72-ні алуға болады. 72 2-ге бөлінеді 36, 12-ге бөлеміз 18, 18-ді 2-ге бөлеміз 9, 9-ды 3-ге бөлеміз 3, 3-ге бөлінеді. Ары қарай бізде 40 деген санды алуға болады. 40-ды 2-ге бөлеміз 20, 20-ны 2-ге бөлеміз 10, 10-ды 2-ге бөлеміз 5. Ары қарай 4-ші санымыз бізде 56, 56-ны 2-ге бөлеміз 28, 28-ді 2-ге бөлеміз 14, 14-ді 2-ге бөлеміз 7, 7 7-ге бөлінеді. 5-ші санымыз 88, 88-ді 2-ге бөлінеді 44, 44-ді 2-ге бөлсек 22, 12-ге бөлсек 11, 11 өз-өзіне бөлінеді. Міне қарап отырсаңдар, барлық санда бізде 2 саны 3 рет кездесіп тұр. Барлығы 2 таңбалы сандар. 221 бізде 5 саны енді 2 рет кездесетін 3 таңбалы саннан 3-еу жазуымыз керек. Ең бірінші санымыз 175 болады. Оны 5-ке бөлсек 35, 35-ті 5-ке бөлсек 7, 7-ні 7-ге бөлеміз. Екінші санымыз бізде 275, 275-ті 5-ке бөлеміз 55, 55-ті 5-ке бөлсек 11, 11, 11-ге бөлінеді. Ары қарай үшінші санымыз 325, 325-ті 5-ке бөлсек 65, оны 5-ке бөлсек 13, 13, 13-ке бөлінеді. Міне барлық санда 5 саны 2 рет қайталанып тұр. 3 таңбалы сандар. 222-де жай көбейткіштерге жіктелу бойынша табамыз. Онда 2-нің 4 дәрежесі 16, 3-тің квадраты 9, көбейтілген 5. 16-ны 5-ке көбейткен тиімді 80, көбейтілген 9, жауабы 720 болады. Ары қарай 2-нің квадраты 4, 3-тің 4 дәрежесі 81, көбейтілген 5. 5 пен 4-ті көбейтіп алған тиімді. 20-ны 81-ге көбейткенде жауабы 1620 шығады. 223-те 5 саны қанша рет кездеседі дейді. Оны бірінші жіктеп алайық, сосын айтамыз. 1000-ды 2-ге бөлінеді 500, 500 2-ге бөлінеді 250, 250 2-ге бөлінеді 125-ті 5-ке бөлсек 25, 25 5-ке бөлінеді 5, оны 5-ке бөлеміз. Үш мыңды жіктейміз. 2-ге бөлсек 1500, 12-ге бөлсек 750, 2-ге бөлсек
375, оны 3-ке бөлеміз. 125, 125-ті дәл солай жазып шығамыз. Ары қарай бізде 4000 2-ке бөлінеді 2000. 12-ке бөлсек 1000. 1000-ді 2-ке бөлсек 500. Тағы 2-ге бөлеміз 250. Тағы 2-ге бөлеміз 125. 125-ті дәл солай жазып шығамыз. Демек, барлығында 125 аяғында шығып отырады екен. 125-ті 8-ге көйтсек негізі 1000 шығады. Демек, қандай да санда бізде 5 саны 3 рет қайталанып тұрады екен. 7000-ді 2-ге бөлсек 3500. 12-ге бөлсек 1750. 2-ге бөлеміз 875. Оны 5-ке бөлеміз 175. 175-ті 5-ке бөлеміз 35. 35-ті 5-ке бөлеміз 7. 7-ге бөлінеді. Енді қарап отырсақ, барлығында бізде 5 саны 3 рет қайталанып тұр екен. Демек, бізде 3 нөлі бар сандардың барлығында 5 саны 3 рет кездеседі екен. Сонда жіктемей-ақ жауап беруге болады келесіде. 224-те сандарды жіктейтін боламыз. Ең бірінші 6270 2-ге бөлінеді. 3135 3-ке бөлінеді. 1045 5-ке бөлінеді. 209 ол бізде 11-ге, жауабы 19. 19-19-ға бөлеміз 1. Сонда бізде 6270-тің жай көйткіштері 2 көбейтілген 3, көбейтілген 5, көбейтілген 11, көбейтілген 19 болады. Ары қарай 8840 2-ге бөлеміз 4420 шығады. 12-ге бөлеміз 2210 шығады. 12-ге бөлсек 1105 шығады. Оны 5-ке бөлеміз 221. 221-ді 13-ке бөлсек 17. 17-ге бөлінеді. Сонда жай көбейткіштері 2-нің кубы болады, 3 рет қайталанып тұр. 5 көбейтілген 13, көбейтілген 17 болады. Ары қарай 10450 2-ге бөлеміз. 5225 5-ке бөлінеді. 1045 шығады. Тағы 5-ке бөлеміз. 209 бізде 11-ге бөлінеді. 19-19-ға бөлінеді. Жай көбейткіштерін жазсақ, 2 көбейтілген 5 бізде 2 рет қайталанып тұр. 5-тің квадраты көбейтілген 11, көбейтілген 19 болады. 13986 жіктейміз. 2-ге бөлеміз. 6993 3-ке бөлінеді. 2331 ол 3-ке бөлінеді. 777 3-ке бөлінеді. 259 бізде 7-ге бөлінеді. Жауабы 37-37-37-ге бөлінеді. Енді жазсақ, бізде 2 көбейтілген 3-тің кубы деп аламыз. Көбейтілген 7, көбейтілген 37 деп аламыз. Ары қарай сан бізде 16400
16400-ді 2-ге бөліп бастаймыз. 8200 2-ге бөлінеді. 4100 2-ге бөлінеді. 2050 2-ге бөлінеді. 1025 шығады. Ол 5-ке бөлінеді. 205 5-ке бөлінеді. 41 41-ге бөлінеді. Сонда бізде жай көбейткіштері 2 бізде 4 рет қайталанып тұр. 2-ның 4 дәрежесі көбейтілген 5 2 рет қайталанып тұр. Квадраты болады 5-тің. Көбейтілген 41 деп аламыз. Ең соңғы санымыз 20010. Аяқ жағы жұп сан. 2-ден бөліп бастаймыз. 10005 3-ке бөлінеді. 3335 5-ке бөлінеді. 667 23-ке бөлінеді. 29 29-ға бөлінеді. Қайталанып тұрған сандар жоқ. Сонда 2 көбейтілген 3, көбейтілген 5, көбейтілген 23, көбейтілген 29 деп жазасыңдар. 225-те бірінші тауып алайық. Қандай сан екен? Біріншісінде 4620, осы саны бізге 18 саны еселік бола ма? Демек біз бөліп көреміз. Бұл бөліндіден бізде 256,12 қалдық. Демек бөлінбейді екен. Еселігі болмайды. Екіншісінің жауабы 8820. Қазір 18 санына бөліп көрейік. Еселігі бола ма екен? Бұл бөліндінің мәні 490 болады. Демек бөлінеді екен. Еселігі болады. Үшіншісі бізде 2570. Оны 18-ге бөліп көреміз. 143 демек бөлінеді. Төртіншісі 1836 саны шығады. Оны 18-ге бөлеміз. Қарап отырсаңдар, барлығында 2 көбейтілген 3, көбейтілген 3. Міне осы 3 сан бізде 18-ді береді. Демек 18-ге бөлінетін сандар үшеуі. 226-да бізде ортақ көбейткіштерін табыңдар дейді. Бізде ортақ көбейткіш 2, 3 және 5. 11 жатады. Ары қарай екіншісінде 5, 13 және 23 жай сандарын. Ары қарай 227 жіктелуінде 19 саны кездесетін барлық 2 таңбалы сандар. Демек бізде 19-ды өз-өзіне қоса береміз. 19, 38, 57, 76, 95. Міне осы сандармен аяқталады. Екіншісі 23 саны. 23-тің өзі кіреді. 46, 69, 92 болады. Үшінші сан бізде 29, 58, 87. Төртіншісі бізде 31 саны. 31, 62, 93-пен аяқталады. 228 жіктелу бойынша табыңдар дейді. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 5-тің квадраты 25, көбейтілген 101. 6-ны 25-ке көбейтсек 150. Оны 101-ге көбейтеміз. Демек жауабы 15150 жауабы болады. Екіншісінде 2 көбейтілген 5-тің квадраты 25, көбейтілген 7, көбейтілген 103 деп алайық.
Екі жерде 25-ім 50, 7-ні 103-ке көбейтсек, 721, оны 50-ге көбейтсек, 36.050 шығады. 229 сандарды жіктейміз. Ең бірінші сан 52.015. 52.015 бізде 5-ке бөлінеді. 10.403. Оны 101-ге бөлеміз. Жауабы 103. 103-ке ғана бөлінеді. Сонда бізде жай көбейткіштері үшеу-ақ екен. 5 көбейтілген 101 көбейтілген 103 деп алатын боламыз. Алпыс 4.337 2-ге бөлінбейді. 7-ге бөлінеді. 7-ге бөлсек 9.191, оны тағы 7-ге бөлеміз. 1313, ол бізде 13-ке бөлінеді. 13-ке бөлсек 101, 101-ге ғана бөлінеді. Жай көбейткіштерін жазайық. 7 2 рет қайталанып тұр, демек 7-нің квадраты деп аламыз. Көбейтілген 13, көбейтілген 101 деп аламыз. Екі жүз 32 бөлгіші бола ма? Енді бөліп көреміз ол үшін. 1569 бірінші санымыз берілген. Осыны 523-ке бөліп көреміз. Бағандап бөлейік. 523 бізде 3-тен береміз. 9, 3 жерде 6, 3 жерде 5, 15. Алсақ бізден 0 шығады. Демек бөлінеді екен. Екінші санымыз 2092. 523-ке бөлеміз. 4-тен береміз. 4 жерде 3, 12 бір ойда. 4 жерде 8 ойдағымен 9, 4 жерде 5, 20. Бөлінеді екен. Үшінші санымыз 5230. Бөлеміз 523-ке. 1-ден береміз. Сонда 0-ді апарып, 1-дің жанына қойсақ 10 шығады екен. Демек, 3 санының да бөлгіші болады екен. 532-ның екінші есебі еселігі бола ма дейді. Оны табу үшін 17917-ні бөлеміз ең бірінші 19 санына. 9-дан береміз. 171 шығады. 81-ге 4-тен береміз. Енді 57 шығады. 57-ге 3-тен береміз. Демек бізде еселігі болады екен 19-ның. Екінші бізде 23-ке бөлеміз. 23-ке бөлсек 7-ден береміз. 161 шығады. 181-ге қайтадан 7-ден береміз. 161. Енді 207-ге біз 9-дан береміз. Сонда 207 шығады. Демек бізде 23-тің еселігі болады екен. Ары қарай үшінші бізде 41-ге бөліп көреміз. 17917 сан. 4-тен береміз. 164. 3-тен береміз. 123. 7 түседі. 287-ге бізде 7-ден береміз. Демек бізде 17917 41-дің де еселігі болады екен. Ары қарай 233 ең үлкен, ең кіші санды табамыз. Ең кішісі 19, ең үлкені 89 екен біріншісінде.
Екіншісінде бізде ең кішісі 879, ең үлкені 979. Ең кішісі 6005, ең үлкені 6550. Төртіншісінде ең кіші сан бізде 89894, ал ең үлкен сан 98984. Достар, видеоны аса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.